жаңа тегістеп болғаннан кейін 3 күннен кейін майланып кетті, соны жудым ғой мен таза қылып та. Міне шашын тегістеп болғаннан кейін кератин жасатқаннан кейін міндетті түрде өзінің шампунын қолдану керек. Міне жасап болғаннан кейін аман болсын десеңіз кез келген шампун болмайды. Тек қана өзінің арнайы берілген шампун мен маскасын жағып жүру керек. Сол қазір көрсетемін. Шампун және маскасы. Кератин екен всегда обязательно мына шампунмен жуып, көбінесе өздеріңіз лайықты өздеріңіз жусаңыздар не болады андай көпке жетеді. Енді мына масканы қолдану керек. Мына масканы пайдаланатын кезде бас жағынан көп жаппаңыздар, шаштарың түсіп қалады. Кончиктер бар ғой, кончиктер мына жақтарына. Сол жағын тез жуып, жылдам жуып, тез шайып тастау керек. Сосын шашты сақтандыратын абай болып жүріңіздер неғып. Жаңбыр тигізіп алмаңыздар. Және бассейнде шуға, ол яғни хлорлы сулы болады. Тұзды су, яғни көл, теңіз, өзендерге сол шомылмайды. Егер шаштарыңызға су түскенін қорықсаңыздар, үнемі шапка қолдану керек. Шапка кигенсіздер, болмаса жаңа зонтик алып жүріңіз да, зонтик ұстап жүріңіз. Қорқатын болсаңыз, мына арт жақтарын ашына төбіне бастарыңызға бір пленка пакет бар киесіздер. Болмаса мына арт жағын төбе көтеріп алсаң, әйелдердің несі болды ғой ондай, заколкасы. Көтеріп алсыз, болмаса андай прищепкалар болады, төбе көтеріп қайып қойдым. Соны қойып шомыласыздар. Андай мен шашым тек қана денім ысып кетті, денім жуадым десеңіздер, аяғаны көтеріп, аяқтарын ғана көтеріп сөзіп жуасыздар. Сол пока шаштарыңызды уақытлы күтім жасап жүріңіздер. Сол айтарым, ешкімге мұны бермеңіздер, тек қана өздеріңіз ғана қолданыңыздар. Мынау біреу 8 мың, біреу 11 мың тұрады, есім жоқ айтыр. Шашқа күтім жасайын десеңіздер, жуып болғаннан кейін міндетті түрде фенмен кептіріңіздер. Фен, газ деген болмайды. Фенмен ғана кептіріңіздер. Все, сол айтарым сол. Болды. 4 айға немесе 6 айға жеткізуі мүмкін. Барлығы өздеріңізге байланысты.